таңдап жүрміз. Бір мамандықты таңдадық. 9 жыл біз осы мектептің білімін алдық. Барынша сендерге мемлекет тегін білім берді. Сендер мүмкіндігінше, қабілеттігінше бұл білімді алдыңдар. Енді біз бүгін сынып сағатымызды бастамас бұрын білім деген не? Бұны қалай түсінесіңдер? Немесе оған айтып кетті біздің бабаларымыз. Қысқа айтып көріңдерші. Күн таппай мақтанба, орын таппай тоқтанба. Тамаша, ғылым ғой. Білім болашаққа жол. Тамаша. Өмір үлкен мектеп. Білім басы бенет, соңы зейнет. Асу бермес асқа жоқ. Тамаша. Білім арзан, білу қымбат. Өте жақсы. Оқығанды айтпа, тоқығанды. Өте жақсы. Білегіне сенбе, біліміне сен. Жақсы. Ақыл жастан, асыл тастан. Тамаша. Айтшы. Инемен қыдыр қазған. Тамаша. Білім оқу бұлағы мүшіға. Тамаша. Яғни егер ертең Қазақстандағы барлық мұнай мен табиғи байлық таусылса, елімізді не сақтап қалады? Тіліміз бен біліміміз сақтап қалады. Жақсы. Ол елге оралу керек, себебі еліне көмектесу керек. Дамыту керек, Мен жақсы мамандыққа жасанды интеллект басып ала алады. Бірақ олардың дұрыс жұмыс істейді деп 100% білмеген адамдардың жасағанда дұрыс деп ойлаймын. Сол себепті бірақ мен басқа мамандық таңдадым. Себебі мана мен бірінші мамандығын таңдағанда ол жасанды интеллект басып аламын. Ендеше сенің мамандығыңды роботтар алмастыра алмайды, е? Алады. А сен қалай оған төтеп бере аласың? Сені таңдау үшін. Біз мектепте тек қана бағаға емес, сонымен қатар білім етуіміз керек. Себебі болашақта біздің мамандығымызды немесе ата-анамыз жеткіміз ол баға емес, өзіміз біліміміз. Сондықтан да осы мектепте оқып жатқан білімімізді өзге кезде жақсы қолдануымыз керек. Өйткені адамдар жұмысты ақша үшін істейді ғой, ал бізге ақша беріп жасап керек емес. Солай ойлайсың сен. Келесі. Бірақ та бізге ай сайын ақша беріп тұрғанымен біз соның өзінде білім алып, мемлекетімізге қол ұшын тигізіп, солар деп ойлаймын. Себебі егер де барлық адамдар тек қана сол бір айлық ақшаны алып тұрып тұратын болса, елімізде көптеген білікті мамандар азайып қалады деп ойлаймын. Менің отанға тигізетін ең үлкен пайдам ол жақсы білім алу, тәртіпті болу және болашақта елім үшін пайдалы маман есіп атану. Егер де Қазақстанның премьер-министрі болсаң, барлық сауаттың пәнін енгізер едім. Сонымен қатар мектепте мамандықтарды тәжірибе ретінде таныстырар едім. Сонымен қатар ентін алып едім. Және де көптеген инвестициялар пайда болады. Мемлекет бізге сапалы білім алуға көп мүмкіндіктер жасап отыр. Қазіргі таңда заманауи мектептер, тегін білім беру, түрлі олимпиадалар мен гранттар бар. Оқушылар маман алуға мүмкіндік береді. Білімдері күшті дамыған, себебі қазір көптеген дайындықтар және 140 сияқты НТ-ға дайындайтын көптеген курстар бар. Қазіргі 9-шы сыныптардың арман мақсаттары өте айқын және де биік және де олар қазіргі 9-шы сыныптар өздерінің арман мақсаттарына жету үшін барлық күштерін және де талпыныстары жоғары болған. Қазіргі заманда технологиялардың жақсы дамыған және сол жақсы дамыған технологияларды балалар жақсы игеріп, сол технологиямен
өздерінің оқуларын жақсарта алады. Және интеллектуалды мектептердің көп ашылуы. Бізге білім алуда тигізетін кемшілік ол телефонға көп уақыт бөлу, сонымен қатар оқуға еріншектік және өзіне деген сенімсіздік. Сонымен қатар бала уақытты дұрыс жоспарлай алмай, көп уақытты телефонда өткізіп қалуы. Сапалы білім болмаса, жақсы жұмыс табу қиын болады. Және жасанды интеллект пен жаңа технологияларға бейімделу қиынға соғады. Жақсы. Экономиялық дамуын тежейді, елдің әлемдік бәсекеге қабілеттігін төмендетеді. Жақсы. Бар ма тағы? Болды ма? Оқып беш кім бұл? Президент болам дейді. Ал президент бар.